осындай ремонт істеді. Сіз қарсы боласыз ба? Қарсы боласыз, иә? Қарсы болмаймын. А енді мынандай недостаточке мынандай нелер тұр ғой. Соған төлеп отыр. Пәлемің 17 мың айына төлеп отырасыз ба? Бұл дом қашан соғылды айтыңыздаршы. 80 күрделі жөндеуден өтті ма? 86. Керек емес бізге өзіміз Ертеңгі күні мысалы сіздердің үстілеріңізде құлақ баса бар ғой. Құламай тұрған нәрсе ғой. Bir adam gelip remont görgün yok. Ya doğru yok. Kesin zat. Bir adam kol koygan Мен yok. тұрып атқан жоқпын бұл жерде. Бұл жерде сен міне 17 мыңды ақша құрлы көріп тұрған жоқсыз, ә? Біз міне қарапайым семьяда 17 мың бір айда бір кредит біз үшін. 10 жыл оны қалай төлейді мыналар? Қалай төлейді? Инвалид бар, көп бала ана бар, жалғыз басты ана бар бұл жерде. Қалай төлейді бұлар? Тем более ремонтты мынаны адам ғой. Көріп тұрсыз ғой, мынандай үйде тұрмайсыз да. Мердігерге қол қойдырған жоқ болды. Негіз айтып отырмын да. Тұрмайсыз да бұндай. Бізбен ешкім келіскен жоқ. Сыртымыздан жасап 17 мың ай сайын төлейсіз. Мүдделеріңізді өздеріңіз қорғап алсаңыздаршы деп тұрсыз. Енді айқаймен істеме дегенмен айқаймен еш нәрсе бітпейді ғой. жоқ, інім айқайлап тұрған жоқ. Жоқ, любой нәрсе. Мердігер келсін, қол қойдырғанын бізге дәлелдейсін. тұрған нәрсеге де жөндеппіз. Сол жауап берсін. Дұрыс, логический завершениясына келу керекпіз ғой. Енді келе алмай жатқан жоқпыз ба? Енді сіздерге айтып атырық қой. Логический Арызға берсеңіздерші. ответ аламай тұрып қой сіздер. Ана мердігер келсін. Жоқ, мен сізге жоқ, сіз қанағаттану үшін төлемеңіздер деп айтуым керек па мен? Соны айтыңызшы. Жоқ, сіздің сізге ұнайтын ответпен бере алмаймын. Қалада жасадым. Мен заң Үш мың кесеше ырза болатын еді. Елу жылдар Неге сөйлемейді? процесін айтып Не качественный сөз жоқ қой. Айтсаңдаршы көзге көрінетін нәрсе. Міне әдемі жасады. Ақшаны талап етеміз. Аламыз. Договорға қол қойғансыңдар. Мынау сендердің қолың деп. Нақты әңгіме айтсаңдаршы бізге. Көлемейміз бұл. Нақты айтып отырып қой. Жоқ, қарашы, аты жөніңіз кім Ол болады? Иванов па, Петров па бізге қызық емес деп отырмын. Аты жөніңіз кім болады? Айтып жіберіңізші. Болады. Кім боласыздар қазір? ЖКХ мекемесінің міндетін уақытша атқарушымын. Қазір мына осы домның ремонты ақшасынан міндетті сіз қайтарып беру жөнінде келесіз ба? Иә. Жоқ, қайтару емес. Мынандай процедура бойынша жаңа айтып отырмын. Міне қараңыз, бұндай именно социальный осындай қирайтын алдында тұрған үйлер Түркістан бойынша көп. Сондықтан потребность ретінде бізде бюджетте ақша болмағаннан кейін біз сұраймыз кредитование қылып. Мемлекеттен сұраймыз, республиканский бюджеттен сұраймыз. Міне осында қажеттілігі туындап отыр. Міне суреттерін жібереміз, дәлелдейміз оны. Сіздер бізге келіп дәлелдеп жатсыздар ғой, сол дәлелдейміз. Олар бізге қарыз береді. Түсініп отырсыз ба? Сол 5 жыл, 6 жылдың ішінде біз сол ақшаны мемлекеттің бюджетіне қайтып құюымыз керек. Қайтарып берулер. Енді процедурасын түсіндіріп бардым. Біз мердігерге береміз, сөйтеміз де ол бізге пакет документ береді. Міне біз қол қойдырттық, құрылыстар, тұрғындар наразы емес дейді. Оны документті аламыз да мердігерге боламыз, жұмысты баста дейміз. Мен ол сіздерді қойдыңыздар, сіздерді заңсыз деп тұрған жоқпын. Процедураны айтып бардым. Сіздің жан айқайыңызды түсініп тұрмын. Ремонт некачественно жасалған дейсіз. Біздің келісіміміз жоқ. Өз мүдделеріңізді қорғап алсаңыздаршы деп отырмын. Дәлелдеп шықсаңыздаршы. Мен көшеде жүрген біреу емеспін ғой. Мен мемлекеттің атынан сіздерге келіп тұрғаннан кейін ол процессуальный не бар ғой? Процедура соблюдать етілу керек. Соттың шешімі болу керек. Өйткені мемлекеттің ақшасын жаратып тастағанбыз. Әр тиынына біз жауап береміз. Енді қараңыз, сіздің қолыңыз болмаса, біз эксперт емеспіз айтып отырмын. Құзырлы органда тұр, арыз жазыңыздар коллегалар. Ол қаралады. Қаралмайса, өтініш платформасы арқылы тасасаңыздар, ол міндетті түрде қаралады. Ол бәрі біледі оны. Соны тастап, әрі тоқтаңызшы. Сіз 6 ай жүрдіңіз, 7 ай жүрдіңіз бар ғой. Бұл мәселе шешілген жоқ. Қазір енді 1 айдың, 2 айдың көлемінде осы мәселе шешілетін болса, дұрыс емес па? Или осылай жүре бересіздер ма? Жан айқай болып.